Сонымен құрметті әріптестер, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Сәлематсыздар ма? Қосылғандарыңыз үшін көп рахмет. 19:01-ден жұмысымызды бастаймыз. Бүгін біз жұмысымыздың барысында Artist Street Longevity премиалдық бөлімін қалай таныстырылым жасаймыз, яғни бұл жекелей қазір біздің Моңғолия нарығын құттықтаймыз, барлық коллекцияның шығуымен құттықтаймыз, біз сіздерді құттықтаймыз. Әрине, жаңа қалпына келтіру, яғни осы коллекцияда барлық нарықтарда бұл жерде қазіргі таңда не туралы айтамыз, қалай тиімді тұрғыда қалай таныстырамыз, бұл люксті коллекция, яғни барлық тұрғыда айтқып өткім келеді, қандай қарсылықтарға тармен жұмыс жасайсыз, сол туралы айтып өтеміз. Қазір техникалық мезеттерге келіп тоқталайық. Қазір бізде қазақ, қырғыз, Моңғолия деген батырмалар бар, және барынша өздеріңіз қосылып, қосымша арқылы, Zoom қосымшасы арқылы, компьютер арқылы, мобильдік қосымша арқылы қосыласыздар. Қазақ ол қазақша, қырғыз қырғызша, моңғол моңғолша. Және тек аударманы ғана естігілеріңіз келсе, онда тек қана аударылған нұсқасын ести аласыздар. Сіздер планшеттен, телефоннан, iPad'тен қосылсаңыздар, 3 нүктені бастасыздар. More немесе еще, яғни орысша жазылып тұрады, соны бассаңыздар, interpretation'ды таңдайсыздар, немесе аударма деп жазылады. Кімде Zoom қай тілдеді аударма көрсетілген, сол бойынша таңдай аласыздар. Өзіңізге ыңғайлы тілді таңдайсыздар. 4 канал бар: орыс, қазақ, моңғол тілдері, және өзіңізге ыңғайлы керек тілді таңдай аласыздар. Және аударманы нақтылап өтсеңіздер, біздің аудармашылар, синхронды аудармашылар өзінің каналдарында күтетін болады. Және сіздер қосымша арқылы кірмесеңіздер, аударманы өкінішке орай ести алмайсыздар. Яғни компьютер арқылы, яки болмаса телефон арқылы болу керек, яғни Zoom-ның соңғы нұсқасы болу қажет. Кішкене бір ережелерге тоқталғым келіп отыр. Менің аты жөнім Зарина. Бүгін бізде қандай ережелер бар? Белсенді болыңыздар, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойыңыздар, жазыңыздар, және талқылауға қатысыңыздар, және біздің осы кездесуіміз белсенді, қызықты болу үшін қателіктен қорықпаңыздар. Яғни бұл қауіпсіз орта, яғни дұрыс емес деген сұрақ болмайды. Яғни инсайттармен бөлісіңіздер. Мүмкін сіздерде серіктестермен жұмыстарыңыз болған шығар, мысалы премиалды, яғни люкс коллекцияларыңызбен бөліскен мезеттермен бөлісе аласыздар. Және бізде сұрақтар мен жауап сессиясы болады. Және кейінірек осы вебинардың ортасында болатын болады. Біздің сарапшылар, біздің бренд менеджерлер, біздің сарапшылар, қазір мен олар таныстырамын. Яғни олар сіздерді алаңдатып жүрген сұрақтарыңызға жауап береді. Егер сіз бір техникалық мезеттерге байланысты шығып кетсеңіздер, интернеттің жылдамдығына байланысты интернетке кіре алмасаңыздар, яғни қатып қалуы мүмкін. Яғни бұл қалыпты нәрсе. Егер бір нәрсе осындай болатын болса, онда қайтадан кірсеңіздер болады. Қайтадан сіздер эфирге қайтадан шыға аласыздар. Сіздерді осы вебинарда не күтеді? Біз 60 минут барысында барлығын атап өтеміз, белсенді, интерактивті тұрғыда өткізуге тырысамыз. Біздің сарапшылардың тарапынан жауаптар ала аласыздар, және басым жақтары, ерекшеліктері туралы білесіздер, және осы күтім кімге сәйкес келеді, және өздеріңіз қойған сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Дерматокосметологтан, сарапшыдан алады, және сонымен қатар клиенттер қарсылығымен қалай жұмыс жасауға болады, сол туралы айтып өтемін. Біздің команданы таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Зарина. Мен
дистрибьюторларды оқыту бойынша менеджермін. Және менің әріптесім отыр, Меруерт Тайыр, күтіммен және әдемілік категориясының бренд менеджері, және біздің менеджер Жанара Сейтқасиева, дерматокосметолог, артистридің тәуелсіз сарапшысы. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті серіктестер. Мен тағы да біздің сарапшылар кім екен тоқталайық. Ол дерматокосметолог, дәрігер, Стри брендінің тәуелсіз сарапшысы және интегративтік медицина алдын алу бойынша дипломы бар дәрігер. Және сөзімізді бастамас бұрын чатқа бір-екі ауыз сөзде бүгінгі вебинардан естігілеріңіз келеді. Соны жазып өтсең, білім, шабыттану, сенімділік және жақсы көңіл күй, бір инсайттар білгіңіз келетін шығар. Өздеріңіздің күтімі бойынша және қандай қарсылықтар болып жатады, соны жазсаңыздар болады. Барлығы бірге дейді. Яғни барлық сұрақтарға жауап беруге тырысамыз, білім дейді. Және Владикавказадан сәлем дейді, білім, сенімділік, білім, инсайт, барлығы бірге деп жазып жатыр. Тамаша. Біз осы білімнің барлығын беруге тырысамыз. Қазір жаңа коллекциядан рухтанып, шабыттанып, қарсылықтармен жұмыс жасау, Архангельск барлығын білгісі келіп отыр. Басқа брендтерден басымдылығы туралы есту, білім туралы есту дейді. Яғни ұсыныс тәсілдері деп келтіріп отыр. Яғни біз ол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Қазір өзіміздің сіздердің рұқсаттарыңызбен қазір сөзді өзіміздің әріптеске береміз. Меруерт Тайыр, ол тікелей коллекция туралы сөйлейтін болады, бренд туралы бір-екі ауыз айтып өтетін болады. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Мені жақсы естисіздер ме? Дауыс сапасы суреті бойынша жазсаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәлематсыздар ма деймін. Осы жерде жиналғандарыңызға көп рахмет. Бізде Алматы кеші жылы, әр жерде әртүрлі ауа райы, яғни тамаша көктем күнімен құттықтаймыз. Біріншіден Монғолияны құттықтаймыз, барлық коллекцияның іске қосуымен құттықтаймыз. Монғолиядағы серіктестерді ілтипатпен құттықтап отырмыз, және басқа елдерді біздің жеңіл күтім, яғни қалпына келтіру крем іске қосуымен құттықтаймыз. Ланжевити осындайды естеріңізде бар шығар, желтоқсан айында өткізген болатынбыз, бірақ оған қарамастан естеріңізге түсірсек, оның ерекшеліктері, біздің коллекцияның сапасы туралы, қасиеттері туралы айтып өтсек, және біздің ылғалдандыратын креммен, қанықтыратын креммен айырмашылығын айтып өткіміз келеді. Және сонымен қатар Монғолия елінде енді іске қосылып жатыр. Барлық біздің серіктестер бір ағымда болса, яғни бір толқында осы өнімдер туралы біліп, осы өнімді табысы тұрғыда ұсына алатындай болса деп отырмыз. Және мынадан бастайық. Қазір кішкене кешірім сұрап жатыр. Интернетпен кішкене не болып тұр дейді. Және шындығына келгенде бұл жинақ тез пайда болған жоқ. Осы өнімнің артында 20 жыл зерттеу тұр. Біздің ғалымдар ғана емес, ол көптеген біріккен жұмыстар, яғни алдыңғы қатарлық университет, ғылыми зерттеу орталықтармен жұмыс. Мынаны айтып өткеніміз үшін, біз үшін, компания үшін, біздің ғалымдар үшін осындай сұрақтарға жауап алу, яғни бұл ұзақ, яғни сау, ұзақ өмір, яғни біз жасушаның өмір циклін ғана арттырып қана қоймаймыз, ол қаншалықты сапалы болады, соған назар аударамыз. Яғни жасушаның саулығына назар аударамыз. Ғалымдардың алдында үлкен осындай міндеттер тұрды. 20 жыл
зерттеу өзінің нәтижесін берді, және көптен бері компаниядағы болған адамдар біледі, ол үшінші формула. Оға дейін қазір кішкене күте тұрыңыздар. Біз алдында біздің нарық үшін осындай формуланы ұсынған болатынбыз. Қалай біздің өнімдер қалай жұмыс жасайды жасуша деңгейінде айтқан болатынбыз. 2008 жылы бізде көбіне митохондрияның жұмысына бағытталған бұл жасушаның энергетикалық станциясы. 2015 жылы циркадты ритммен жұмыс жасадық, яғни бұл жерде жасуша қалай қалпына келеді және оның энергиясы қандай циркадтық тұрғыда. Және осы тұжырымдаманың жалғасы ретінде мысалға айтайық, біздің өнімді оның мүмкіндіктеріне қарай отырып, яғни жасушаның күші, оның дамуы, бұл өте бір маңызды мезеттердің бірі. Жанара сөзінің барысында түсіндіріп өтеді, біздің теріміз қалай болады, қалай сезінеді, және біздің жалпы сыртқы келбетімізге қалай әсер етеді, соған тоқталатын болады. Және мына жерде мынаған тоқталғанымыз жөн, нәтижесінде жаңа формулаға келген кезде бізде әрине біз оны тек қана бір өнімға ғана емес, төртеуі, мысалы төрт өнім бар, яғни сіздер оны естейтін боласыздар. Әрбір өнімнің өзінің формуласы бар. Барлығы осы тұжырымдамаға сәйкес, яғни жасушаның өміршеңдігіне байланысты, және рухтану көздері біз ылғиды біздің клиенттерді шабыттандыру, рухтандыру үшін біз осындай бір оқиғаға тоқталғымыз келіп отыр. Осы кремнің дизайнын да айтқымыз келіп отыр. Оның артында үлкен бір махаббат тұр, үлкен бір оқиға тұр. Жалпы біздің Карл Ренборг өзі осы махаббатпен шабыттанған болатын. Edit Cosmetics болды ғой бірінші желісі. Бұл Карл Ренбергтің әйелінің атынан шыққан болатын. Және осы мезетте сіздер осы коллекцияны көріп отырсыздар, және осы махаббат оқиғасымен қаныққан, шабыттанған, және біздің кремнің осы қырлары осы бриллианттың көрінісін байқатады. Осы жүзіктегідей, және сіздер өздеріңіздің клиенттерге осыны айтып шабыттандырсаңыздар болады. Осы әрбір дизайнда махаббатқа қаныққан оқиға жатқанын байқауға болады. Және менде соңғы слайд қалды. Және даусымен мәселе бар ма екен? Иә, бар екен. Барлығы жақсы дейді. Дауыс естіліп тұр. Қазір кішкене күте тұрсаңыз, орифилға тоқты. Яғни бізде ауыстыратын блоктар бар. Бұл өте бір маңызды мезеттердің бірі. Оға дейін біздің коллекцияда, осы премиалды коллекцияда бізде осы ауыстырма блоктар болған жоқ. Бірақ өте бір жақсы мезеттердің бірі, сіз 15% үнемдейсіздер. Мысалға айтақ, өзіңіздің негізгі флаконды сақтап қала аласыздар. Содан кейін оны лақтырудың қажеті жоқ, оны қолдана бересіздер. Және ауыстыру блогын ғана сатып аласыздар. Бұл бір жағынан экологиялық тұрғыда маңызды, және осы мезеттің экологиялық тұрғысына қараймыз. Және өте бір ыңғайлы, жеңіл, және ауыстыратын блогы тез, жеңіл ауыстыруға болады. Мына жерде таныстырылымды көре аласыздар, қалай жасауға болатынын. Өте бір интуитивті тұрғыда жеңіл, біздің өзіміз көріп қараған болатынбыз. Уайымдаудың қажеті жоқ. Рефилді сатып алған кезде сіздер жеп жеңіл оны ауыстыра аласыздар.
және эфирдің аяғына дейін мен болатын боламын. Сұрақтар да туындауы мүмкін. Сол кезде сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, сұрақтарыңызды чатқа жаза беріңіздер. Содан кейін қазір сөзді Жанарға беретін боламыз. Ол біздің сарапшы. Бірінші слайд сізге беріледі. Мархабат. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ма? Мені қалай естіп жатсыздар? Соны жазып өтсеңіздер. Иә, дауыс өте сапалы болғаны жөн. Иә, реакцияларды көріп отырмын, тамаша екендігін байқап отырмын. Елена, көп рахмет, барлықтан комментарияны байқап отырмын. Сіздермен болғаныма қуаныштымын және қосылғандарға алғыс айтамын. Кім артында қосыла алмады, олар кейінірек ести алады жазбадан. Және теорияға тоқталайық, біздің жасушада не болады және өмірді, яғни жасушаның өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін қалай болады, соны нәтижесі теріде, яғни беттің күтімі сақтап қалу деген сияқты және жылдар бойы қалай әсер бар екендігін тоқталатын болады. Жасуша өзінің өмірін сүреді. Оның өмір сүрудің үш кезеңі бар: қалыптасу, өсу және бөлігі және өнімділік циклы деп аталамыз. Және содан кейін ересек жасы, содан кейін аяқталу дейміз. Яғни өміршеңдіктің аяқталу бұл апоптоз деп аталып жатады. Және үй күтімі жасушаны бұнда теріні қанықтыру болып табылады және біздің жасушаның жасына сәйкес жүргізіледі. Және бұл жерде бөліністерді байқай аламыз және мұнда кейбір өнімдер жас ерекшеліктеріне байланысты жұмыс жасайды. Мұнда мәжімді байқасақ, яғни осы жағдайды жақсартуға жұмыс жасайды. Терінің босаңсығанда және осы жасқа байланысты өзгерістерді, сонымен қатар беттегі дақтармен жұмыс жасайды. Және үшінші нұсқасы тереңдетілген смарт ақылды бағыттардың бірі үй күтімінде және жасушаның өміршеңдігін ұлғайту. Бұл лонжевите, яғни примитивтік медицинаға тікелей байланысты. Мен осы салада жұмыс жасаймын. Онда алдын ала жұмыстары, профилактика жұмыстары маңызды және профилактиканың жолы және өзінің жеке резервтерін сақтау және жасы өзгерістермен жұмыс жасағанда, яғни бізде әртүрлі таргетивті желілері бар, олар осындай жұмыс атқарады. Қазір тамаша жұмыс жасап жатыр екен. Қандай жасушаның қызметі бар? Біріншісі, әрине, бірінші орында қоректенуі және үй күтімінде біз күнделікті өзіміздің жасушаны қанықтырамыз және оны күнде 2 рет жасауымыз керек. Біз өзіміз қарнымыз ашса ылғи да тамақтанамыз. Сәйкесінше өзіңіздің жасушаны да ұмытпау керек. Және қандай да бір жас ерекшеліктер байқалатын болса, жасқа байланысты, онда таңғалмаңыздар. Және жағымсыз сипаттар болса, сол үшін алдын ала қанықтыру керек, дұрыс болу үшін. Және коммуникация, бұл жасуша өзінің өмірін сүріп жатыр және жасушалар өзара байланыста. Бұл нон-стоп әртүрлі ақпараттардың берілу тізбегі. Біз алысқа кетпей-ақ, мысалы дерматолог кетек дегенді өткен болатынбыз, өте ауқымды таныстырылым. Бізде фибробласт деген бар, яғни бұл коллагенді ұлғайтады. Бізде ақпарат керек, осы ақпараттарды беру керек. Және коммуникацияда жасушада жүреді. Мысалға, алайықшы, кез келген жоба біздің эфир деп алайық. Мысалға, біз өзара коммуникация жасамаса, бізде интернет, мессенджер болмайтын болса, әрине офлайн кездесулер болмаса, осы кездесу болмас еді. Бүгін қосылған адамдардың барлығы бұнда ақпарат алады. Яғни бүгін бізде вебинардың қатысушылары кім, тағы да басқалар туралы айтады. Яғни бізге коммуникация керек, белгілі бір іс-қимыл жасау үшін. Жасушаларда ылғи да өзара алмасу, бізде
тұрғыда, яғни бізде омеганы көбірек жасау керек, яғни өзіміздің емізге көрсетейік, мысалға тамақтану, яғни қоректену жетіспейтін, гиалурон қышқылы тағы да басқалары жетіспегенін көрсету керек. Беттің құрғауы деген сияқты бір жағымсыз жайттар болатын болса, белгілі бір компоненттің жетіспеушілігін байқаймыз, және дұрыс физиологияға жұмыс жасау керек. Энергия бұл маңызды станция. Біз қазіргі таңда митохондриалды дисфункция туралы айтып жатамыз, және жас өте келе белгілі бір стресс жағдайында, және ұшу кезінде және өзі жасушамыз белсенділігін жоғалтады, яғни сіздің жасушаңыз ылғи да өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін энергия керек. Мұнда қышқылданатын стресс деген бар, яғни осы қышқылдық стрессте каталаза шығарады, митохондрия жұмыс жасамаса каталаза мұнда біздің жеке резервтерді қорғау дегенді көрсетпейді. Ал біздің басты міндетіміз ағзадағы өзінің резервтерін, қорларын қорғап қалу керек. Күтім туралы білеміз, яғни қорғау туралы бізде бірнеше вебинарлар болды, яғни көк түстен қорғану және бірнеше ингредиенттер туралы айтамыз, және біздің теріні қорғайтын және сос, яғни қолдау мәселесі біздің ағзаның көмек, бұл маңызды функциялардың бірі. Бұл жалпы жасушаның өміршеңдігін қамтамасыз етеді. Қандай өнімдер, ингредиенттер әртүрлі циклдарда жұмыс жасайды, және біздің жасушамыз қалыптасқан кезде органаның осы жасушалары жұмыс жасайды. Функция конктусус дегеніміз не? Ол бізде формуларда туралы айтып отыр. Апунция экстраты, яғни бұл жерде сары су гипофилин береді, және біздің жасушадағы ылғалдылықты қамтамасыз етеді. Химиялық құрамына тоқталатын болса, белсенді құрамдар бар, олардың барлығы біздің теріге жағымды әсер етеді, және органдық ағаштың жасушалары және дерманың жалпы жасушасына әсер етеді, және өзінің ағзамыздың жасушаларын қалыптастырады. Бұл өте бір маңызды компоненттердің бірі. Біз басқа өнімдерде осындайды байқамадық, және бұл жаңа левелдардың бірі. Ол жеке жасушаларын сақтап қалады. Екінші, өсу деп айта аламыз, яғни өзіне ұқсастарды бөледі. Мысалға айтайық, есімізде бар, теломера эффектісі туралы білеміз. Жасуша белгілі бір бөлікке бөліне алады. Хейфика лимиті, ол туралы айтқан болатынбыз, релакс туралы айтқан кезде айтқан болатынбыз. Ақпарат тез сақталады, егер біз оны бірнеше рет айтатын болса. Жасуша өзіне ұқсас сақталған ДНК-да бөлінетін болса, осы кезеңде теломерді ұзарту керек, яғни осы теломердің қақпақшаларын ұстап, яғни жасуша, яғни аптозға көп кетпейді, яғни бөліну азаяды. Мысалға айтайық, жасушада қышқылдану болатын болса, онда ол өзгеріп басқа формала түріне бөлінеді. Онда дұрыс емес тұрғыда бөлінеді. Ол жерде тазарту, яғни реттеу керек, яғни осы жасушада болып жатады. Осы фазада не қажет? Яғни расторопша, яғни ала тікен дейді қазақша. Бұл Нутри-Сорт стандартында өсірілген. Бұл ол жерде тізімі көп. Кімге қызықты болатын болсақ, өздеріңіз ашып көрсеңіздер болады. Және осы сертификатты алу үшін қанша
талаптар керек, яғни осы өсімдік ингредиенті қалай өсіріледі, ол жерде ешбір химиялық заттар болмауы керек, және осы қалай жиналады, және лабораторияға қалай тасымалданып, яғни баночкаға, яғни құтыға түскенше, яғни осы процесс арасында барлық ережелер ұсталып, олар кез келген мезетте келіп, яғни осы сертификатты пен жалпы алғанда мақтануға болады, яғни жоғарғы сапаны көрсетеді, және мында олив жапырағының дің жасушалары бар, яғни біз өзіміздің дің жасушаны сақтап қалады, яғни карликтік линейник деген бар, және циклдың аяқталуында кинга билоба деген бар, ол жерде микроциркуляцияны жақсарту жүреді, және біздің терімізде, мысалы сосудтар туры алатын болсақ, ол іріден ұсаққа дейін алатын болсақ, осы ол жерде тереңірек болған сайын, ол жерде ірі болады, ал жоғары беткі болатын болса, төмен мына ұсақ болады, яғни қан жалпы жақсартатын болсақ, лимфодренаж жақсы болады. Қандай да бір заттардың қанығуы, яғни қоректенуі жақсы, яғни жасушаны қанықтыруға маңызды екендігін атап өткім келеді. Әрбір циклды artificial longevity кімге сәйкес келеді, яғни кім қолдана алады, терінің параметріне келетін болсақ, кез келген теріге, кез келген статусқа, кез келген жағдайға сәйкес келеді. Мынаны атап өткеніміз жоқ. Өзінің болашағына инвестициясы келетіндер, біз өзімізге қолданатынымыздар, яғни біз формуламен және қоректену сапасы маңызды, бізде ылғида біз біз фастфудтармен тамақтанамыз ба, және өзіміздің ағзаға әсер етеміз ба, немесе таза тамақты тамақтануды жақсартамыз ба, таза тамақ ішеміз ба, және күн күтімі туралы айтып отыр, терінің қандай жаңа құрамдарды байқай аласыздар. Расторопша, яғни ала тікен, бетке жарқырауын, тегістеуіне әсер етеді, кез келген өсімдік құрам сияқты антиоксиданттық тұрғыда теріні қорғайды. Бос радикалдар біздің жасушада бұл теріде болады, сондықтан осы өсімдік құрамды қолданған кезде өзіміздің жасушаны жақсартуға мүмкіндік береді. Липосома, яғни мастика сарысуы, және ол жерде өзінің ретинолдық қышқылын ұстап тұрады. А витамині бұл антиэйдж терапиясы жақсы нәтиже береді, және ретинолдық қышқыл ол дерманың қалыңдығын сақтап қалады, және жасқа байланысты өзгерістер эпидермисіміз, яғни бізде тығыздаланады, яғни қаттық терлер болады, яғни беттің рельефін өзгертіп, жасқа байланысты өзгерісті байқатады. Дермалар, яғни талшықтар азайған сайын, олар жоғарады, антиэйдж тиімділік эффектіні дерманың қалыңдығын ұстап қалу арқылы жүреді. Яғни ретинолдық қышқыл мұнда жалпы масхеп, яғни антиэйдж терапия екендігін айтып отыр. Яғни жасушалардың құрамы, яғни горденяның бұл жерде қазір осы ингредиентқа тоқталғым келіп отыр. Коллагендік талшықтарды ынталандыру, барлық коллагендік жүйені біз тек қана коллагенді ынталандырып қана қоймаймыз, және гиалуронды қышқылдардың шығуына өзінің септігін тигізеді. Тағы да не маңызды, біздің ағзамызға рельефтілікпен осы терінің жарқырауына әсер ететін, және сонымен қатар бізде коллагеназа шығады. Біз генетикалық тұрғыда, яғни дауысы жақсы естіліп тұрма дейді, жазып өтсеңіздер. Мен ары қаратай
нашар естіліп тұр дейді, естіліп жатыр, эхо дейді, яғни жаңғырық шығып жатыр, жақсы дыбыс шығып жатыр де, барлығы естіліп тұр, дауысы жақсы. Қазір микрофоныңды жақынырақ ұстайын, мені жақсы есту үшін. Я ары қаратай жұмысымызды горданияның дың жасушалары және коллагенді ынталандырып қана қоймайды, сонымен қатар коллагеназаның жұмысына әсер еді. Біздің ағзамызда коллагеназа шығады, біз коллагенді шығарумен бірге коллагенді жеп тастайды, яғни жоқ етеді. Косметологиялық медициналық процедураны қолданатындар, гиалурондық қышқыл бар, коллагеназа бар, біздің ағзамызда бар, және коллаген бар, коллагеназа деген бар. Мұнда осы құрамның бір ерекшелігі коллагеназаны азайту. Біз архитектпен, яғни жаңа коллагендік талшықтарды шығаруға ынталандырамыз. Кейде ағзада көптеген коллагеназа болады. Коллагеназа көп болған кезде біздің жеке коллагенді жеп тастайтын безгектер болады. Ары қаратай леспидиеті головчатый лепцидентінің сарысу экстраты және бұл жерді циркадтық ритмін түзулейді. Әрбір кезде, яғни тері өзінің қарқынында жұмыс жасайды. Таңертең біздің теріміз бізде қорғау функциясын атқарады, дауыс жоқ дейді. Мен түсініп отырмын. Біздің чатты оқып отырмын мен қазір. Жазғандарыңыз үшін көп рахмет. Менің уақытым көп болғаннан кейін көбірек ақпарат бергім келіп отыр. Бұл жалпы леспиденция, яғни циркадтық қарқындылықты қамтамасыз етеді. Біздің таңертең терімізді қорғайды, кешкі уақытта ұйықтап жатқанда бұзылған біздің жасушаны түзетумен айналысады, қандай да бір физиологиялық процесстерді реттейді, қалпына келтіреді. Таңертең қорғанып, кешке қаратай қалыптастырамыз. Ары қаратай бізде алевы органаның жасушалары, яғни бұл жас ерекшеліктерге байланысты өзгерістер, ұсақ әжімдер, яғни жарқыраудың азаюы деген сияқты бізде терінің сапасымен жұмыс жасайды, және берінің салбырауынан қорғайды, және сонымен қатар антиоксиданттар бар. Және тағы да бір нәрсе, жапоник, яғни жапондық құрамдар есіден шөбін, яғни ұзақ сүру шөбі деп айтады. Бұл функция біздің терімізге әсер етеді, коллагеннің шығуына әсер етеді, және коллагендік талшықтарды қорғайды. Және сонымен қатар жапоник жапырағы және әрбір клетканың өміршеңдігіне әсер етеді, теломердің тиімділігіне әсер етеді. Және біздің осы теломердің қалпақшасын қысқартпай, яғни бұл жерде өмір жасушасын әсер етеді. Әрбір кезеңде өзінің толыққанды өмірін әсер етеді. Чаги экстраты бихакингта өте айгілі, немесе баттар деп қолдансаңыздар, теріңіз әдемі болады деген сияқты. Біз дұрыс жасағанбыз, яғни оны сырттан алмай, яғни біз жергілікті тұрғыда қай жерде тиімділік керек, терімізге, мойнымызға жаға арқылы жергілікті қолданамыз. Яғни кез келген өнімді қолданған кезде мойнымыз терісін ұмытпауымыз керек. Метрикалдық тұрғыда, яғни бос радикалдармен жұмыс жасайды, және беттің түсін жақсартады, терінің барлық функциясын қамтамасыз етуге тырысады. Кофеин, содан кейін біз қайтып оралайық, және бұл жерде
көз айналасының керіміне байланысты, яғни теріні өздеріңіз білесіздер, көз терісі өте жұқа, ол жерде жасқа байланысты өзгерістер тез байқалады, яғни терінің көп болуы және ол жерде жинақталуы терінің, яғни көз терісінің бұрышында жинақталады, яғни теріде, осында көз айналасының терісінде ұсақ капиллярлар бар, осы қоңыр түс береді, терінің асты салбырауы, шаршаңқы бір мезетті шаршағандай көрініс береді. Кофеин осы мәселені шешуге көмектесіп, яғни қан айналысын жақсарту арқылы жақсартады және веналар, венулары және кеңейеді және ол жерде бір мәселе бар болып көрінуі мүмкін. Осы мәселе барлар, олар айнаның алдында келіп, яғни көзіңіздің бұрышын кішкене шымшықтырсаңыздар, яғни осы сіздер осындай айқын қоңыр түсті байқамайсыздар, яғни кофеинді қолдана аласыздар, ол көз терісінің кремінде бар, және тез сапасын, яғни эффектісін көре аласыздар. Пептид, яғни өте бір пептид бар, яғни дәлелді тұрғыда бірінші қолданған кезде терінің рельефін жақсартады, ұсақ әжімдерде күреседі және ITH өнімі және жақсы тез нәтиже береді және тез қолданған кезде, яғни өте бір жарқырау байқалады. Ол жерде пудралық, яғни бұл комплекс кешен бар, 24 караттық алтын және алмастардан тұрады және өте бір қымбат өнімдегідей, яғни жарқырау байқалады. Сіздер оны қолданған кезде көре білеріңіз, осы желтоқсан айынан бастап лонжевитиді қолданады деген ойдамыз. Нәтижелерді байқап жатқан шығарсыздар. Осы құрамға байланысты қазір қарапайым, қиын емес бөліміне өтеміз. Теорияға тоқталдық, ары қаратай жалғастырамыз. Бізде қаныққан қалпына келтіру бетке арналған крем, яғни құрғау, жұқа теріге және жақ көп қанықтыру формаласы бар және бұл құрамы тығыз, яғни бетте маска сияқты тиімділік, маска сияқты көрінбейді. Желтоқсан айында сатып алғандар осы өнімдерді қолдану ыңғайлы болды, яғни ол кездерде жылыту құралдарын қолданады, қысқы уақытта теріні қоршаған ортадан қорғау өте бір жақсы, яғни қатал климаттық ортада өмір сүрсеңіздер, білесіздер, жел, тағда басқа төменгі температуралы жерде белсенді тұрғыда жұмыс жасайды. Мына жерде жақсы болады және жеңіл кезеңдерді қолданатын болсақ, осындай қолдануға да болады. Кез келген жағдайда қолдана аласыздар, кез келген теріге сәйкес келеді және өзіңіздің теріңізді қолданған кезде ескергендеріңіз жөн. Және зерттеулерге тоқталатын болсақ, коллагеннің шығарылуы 41%, яғни біз бір ретті қолдану туралы айтқып жатқан жоқпыз, жиі кәдімгі қолдануды айтып отырмыз. Жинақталу нәтижесі айқын, тұрақты нәтиже туралы айтып отырмыз. Яғни қаныққан қалпына келтіретін крем, яғни көкшіл түстен сақтайды. Мен айтқым келетіні құрамы туралы тоқталғым келді. Яғни жасмина түсті жасушалар көк түсті болып отыр. Яғни бұл жалпы күнделікті қолдануға болады және күннен қорғайтын құралдар, ультрафиолетті сәуледен ғана қорғап қоймайды, көк түстен қолданы. Ол біздің күнделікті қолданып жүрген экран, гаджеттардың экраны, тағы да басқа, және терінің биоритмін жақсартады және
барлық біздің ингредиенттерден баса атап өткен тағы да біреуіне тоқталғым келіп отыр. Бірінші эфирде айтпадық, стали өте бір қызықты құрам. Ол жерде энзимдар бар және ДНК жасушаларды қалпына келтіру болып табылады. Әрбір жасушада ДНК бар. ДНК жасушасын қалпына келтіру әртүрлі радикалдар қышқылданудан басқа тағы да басқадан пайда болған осы радикалдар қалпына келтіріледі. Яғни бұл кешкі уақытта осы қалпына келтіру және кешкі уақытта кремсіз жатпағандарың үшін көбілеріңіз тандыр эссенсерді қолданады. Бұл қанықтыру тиімділігі бар, және осымен тері қанықты деп ойлайды. Келесі кезеңді қолданбаймын деп ойлайды. Яғни міндетті түрде мен атаған кремді қолданғаным жөн. Яғни зомби клеткалардан, жасушалардан құтқару және үш кезеңіне тоқталдық. Жасуша өміршеңдігіне байланысты және апоптоз болған кезде жаңа жасушаларға орын босатуымыз керек. Фагоцитлар бар, олар ағзаға ұнамайтын нәрселерді жейді, аллергендер, ластану тағы да басқа, яғни тазарту жүргізеді. Ұйықтап жатқан, яғни функционалданбаған жасушаларды өлтіріп, яғни жоқ қылады және басқа жасушаларға орын босатады. Бұл маңызды функциялардың бір екендігін айтып өткім келеді. Мына қызықты бөлігімне келіп тоқталып отырмын. Осындай нәтижеге қол жете аласыздар. Мынау 8-ші аптада бұл нәтиже қаныққан қалпына келтіру кремі, бетке арналған. Қараңыздаршы, яғни шекенің суреті, яғни маңдайдың бұл жерде жарқырап тұрған байқаймыз. Мұнда әжімдер азайғанын байқаймыз. Өте бір жақсы антич тиімділігі. Алдына қарасаңыздар, кейінгі нәтижеге қарасаңыздар, сапасын байқаймыз, терінің қаныққандығын байқаймыз және біз 8-ші аптада осында керемет нәтиже береді және бірінші кезеңнен бастап бірінші жетіде нәтижені байқай аласыздар. Сіздер білесіздер, күнделікті күтім керек, пролонгация, күнделікті күтімнің нәтижесі, ештеңені күрделі етудің қажеті жоқ. Осы базалық нәтижені көру үшін, яғни күнделікті 3-4 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер болады, таңертең, кешке деген сияқты. Жеңіл қалпына келтіру кремі бетке арналған, яғни бұның құрамы өте жеңіл және жеңілдетілген, текстураны жақсы көретіндер, ауыр формаланы жақсы көрмейтіндерге арналған және мына көктем, жаз айларында қолдануға ыңғайлы және мысалға айтайық, аралас теріге, яғни олардың қаныққан препараттар, олар жасушаны жауып тастайды деп ойлайды, аланжиды өнімдері және онда емес. Сіздер өзіңізге ыңғайлы өнімді таңдап алғаныңыз жөн. Сіз оны жуып тастағыларыңыз келмейтінде, ол жеңіл қалпына келтіретін кремде, алдыңғы айтылған кремдерде осындай нәрсе жоқ. Ол жеңіл және 1/8 тұрғыда, яғни терінің босануын азайтады, терінің әжімді азайтады және соның коллагені 41% шығарады және жасушаның регенерациясы, активациясы жүргізіледі және мысалға айтайық, сіз гидролипидтік мантиясын жоғалтып алсақ жасуша және сіздер осы кремдер түнгі уақытта қалпына келтіреді. Мысалы ұшып келгенде, мысалы ұшақтан келген кезде мен міндетті түрде қаныққан кремді қолданып, артистердің түнгі қолданатын маскасын қолданамын. Тері қалпына келген кезде, мысалға айтайық, Алматы бізде ыстық қой, яғни қазіргі таңда мен жеңіл қалпына келтіретін
кремді қолданамын, осы мезетте осы текстураны қолданған ыңғайлы. Тері типіне, жағдайына байланысты қолданамын. Яғни мен екі өнімді қолданамын. Мысалға айтақ, мысалға белсенді кислотты қышқылдар болатын болса, күндіз мысалы қаныққан кремді қолдансам, яғни кешке қарыты күндіз, яғни бұл және жеңіл қалпына келтіретін кремді қолданамын, белгілі уақытта біз ауыстырып қолдана аламыз. Мысалы белсенді күнде, яғни белсенді күн емес кезде тағы да басқа әйтеуір бір жағдайларға байланысты қолданамыз. Және сонымен қатар көк түстен қорғау, осы радикалдан қорғау, және АТФ жасушада АТФ-тің энергиясын жоғарылатып 51,7%-ға, және зомби жасушалардан құтқару, және шаршаудан, стресстен белгілерін жою, және теріде ретинолды қышқылын сақтау, және артистритта, мысалы сезімтал теріде, ол кейбіреулерде осындай тітіркену байқалады, ал мына жерде біз қолданатын кремде ол керісінше тынышталып, жағымды әсер етеді. Жеңіл кремде де, қаныққан кремде де қалпына келтіретін өте бір жақсы әсер етеді, және терінің реактивтілігіне уайымдамасаңыздар болады, оның барлығы ескерілген. Осындай нәтижелерге қол жеткіземіз 8-ші аптада. Мұнда айқын тұрғыда да жас ерекшелігі бар тері. Бұл жерде орта беттегі әжімдерді байқаймыз, және пигментацияның, яғни қарадақтың байқалуы, яғни мұнда айтылған экстракт меланинді азайтады, пунция және кактустың сарысуында осы жақсы жақсы әсер етеді. Барлығы ескерілген, жастарға терінің жасына байланысты, және жеңіл нұсқада біз түсінуіміз керек. Біз осымен жұмыс жасайтынымызды клиникалық зерттеулер көрсеткендей, 122% жеңіл крем өмір жасушаның индексін, яғни өміршең индексін жоғарылатады. Longevity өнімдері жасушаның өміршегіндігін мен сапасын жақсарту. 157% қаныққан крем терінің тұрақтылығы мен өміршеңдігінің индексін жоғарылатады, ішкі процесті жақсартады, және әртүрлі аурулардан әсерінен сақтайды, тағы да басқа. Және теріге жаққан кезде қаныққан тұрғыда болады, және 2-3 аптада сіздер ұсақ әжімдердің жақсы, яғни жойылғанын байқайсыздар. 3-4 аптада осы қаныққан нәтиже береді. Өнімдердің статистикалық, яғни әжімдердің азаюы, яғни терінің тығыздығы жақсарады. Мысалы, енді басталған птоз болатын болса, терінің осы қаныққан бөлігін байқай аласыздар. Реттелген. Жанара, көп рахмет. Менің тренерім айтқандай, жаттықтырушылар және тәртіп жақсы нәтиже береді деп айтты. Біз көрсеткен суретте, яғни лонжевитіні қолданудағы шынайы нәтиже 8 аптада жақсы нәтиже береді. Жанара, көп рахмет. Және зерттеулерге тоқталсаңыздар болады. Біз жүргізген, менің ойымша, өте бір керемет. Мен өзімде соны кокос кремді көргім келіп отыр, және бізге осыға дейін сұрақ қойғандар бар, яғни басқа да сұрақтарға тоқталамыз. Бұл құрал барлық тері түрлеріне, жастарға, яғни жас ерекшелігіне сәйкес келе ме? Әрине, кез келген теріге қолдануға болады. Қайтып өтейін, қаныққан крем, яғни
Құрғақ теріге ыңғайлы, мысалға теріні қанықтырғыңыз келсе, онда қолданасыз. Жеңілде, яғни ым, қалыпты теріге, аралас теріге, мысалға ыстық күнде қолдансаңыздар болады. Олар айтылған құралдардың барлығы ым, ым, теріні жауып тастамайды. Жақсы клиент нәтижені қашан көре алады, тұрақты нәтижені. Жақсы. Бірінші қолданған кезде нәтижеленіп байқай аласыздар. Яғни терінің қанығу байқалады. Терінің созылғыштығы болса, онда көре аласыздар. Хайлайтер ти эффектісін байқай аласыздар. Және 3 күнде байқайсыздар. Яғни 3-4 аптада күнделікті тұрғыда таңертең кешке қолданған кезде сіздер біртіндеп анти жас нәтижелерді байқайсыздар. Құрметті әріптестер, шап кетпеңіздер. Қазір Жанара тонер эссенсі туралы тоқталатын болады және тері айналасына арналған кремге тоқталады. Ең өте бір қызықты тақырыптардың бірі көздің айналасының терісі. Бірінші жас өзгерістері байқаған кезде көздің шаршаң қуу байқалады және терінің бұрышында көкшілдік байқалады. Және өзіңіздің теріңізді күтетін болсаңыздар, әрбір миллиметрді көретіндер біріншілей белгіні байқай аласыздар. Коллагендік талшық азайғаны байқайсыздар және төмен жақта ұзын бір әжімді байқайсыздар. Мұнда анти-эйдж нәтижеге жұмыс жасау керек деген белгі. Егер осы тиімділік байқалмаса, мысалы 22 жаста болатын болсаңдар, мұнда коллагендер гиалуронды қышқылдар біртіндеп азаяды ғой, уақыт өте келе. Оны кейінге қалдырмаңыздар. Уақытылы тұрғыда өзіңіздің жастығыңызды, көзінің жастығын сақтап қалау, көзінің айналасындағы кремді қолдану, осы мына сүйек жағын пальпация жасау арқылы жағамыз. Кішігірім лимфодренаж, мына терінің бұрышында ортасына таман лимфалық торапары, яғни артық ылғалды ұстап қарайды. Және жаққан кезде мына іштен бастап мына сүйек орбитасы арқылы кремді пальпация арқылы жасайды. Кез келген көзінің айналасындағы кремді көптен жақпаңыздар. Таңертең бастап кішкене ісінуді байқайсыздар. Кішігірім мындай кремді қолданыңыздар. Көбірек жақсаң жақсы деген емес. Мұнда теріге, бетке, мойынға, көзге жағатынды қалыпты қолданыңыздар. Және сіздер мимика болған кезде мимикалық әжімдерде, яғни айқын емесін байқайсыздар, яғни азаяды және олар уақыты жиі қолданған сайын жинақталып көрінеді. Бетті ылғалданған болады, құрғамағаны байқалады және құрғақлық линиясы бар. Бұнда ол қалпына келеді. Теріні макияжға, теріні жақсы дайындайды. Тоналды құралдар ол бір кішкене құрғатады, сондықтан ыңғайлы болады. Кремді қолданған кофеиннің арқасында лимфодренаждық тиімділікті байқаймыз. Яғни грыжалық ісінуді байқасаңыздар, осының барлығын азайтады. Мына жерде микроциркуляцияны қалпына келтіреді. Бұл маңызды. Бұл жалпы терінің, көз терісінің қоңыр түстің болмауы және шаршаған көзқарастың болмауына әсері бар. Және бұл теріне
кірпіктен алыста қолдансаңыздар, оған әсер етпейді деген емес, яғни тері барлық жерді қамтиды, терінің көгеруінен сақтайды, радикалды, бос радикалдыдан қорғайды, және сонымен қатар терінің тұрғырлығын тығыздығын жақсайтады және пайда болған әжімдерді азайтады. Осындай әдемі нәтижелермен бөліскіміз келеді. Мына 4-ші аптадағы нәтиже бұл жерде терідегі нәжімдердің азаю байқалады. Терінің тұрғырлығы, яғни тығыздығы жақсарған, және мен ылғи да айтатым, бұл ылғи тәртіпті тұрғыда қолдану керек, және біз жас өте келе өзгермейтін теріні тәнті етеді, яғни генетикадан басқа 50% сіздер күнделікті таңертең кешке қартай өзіңіздің терімен жұмыс жасағанда осындай нәтижеге қол жеткізетіндер. Клиникалық зерттеулер әрине бар, 157% екендігін байқаймыз, және өмір шеңдік индексі жақсартады, сыртқы факторлардың, және терінің тонын жақсартады, және көкшілдікті азаятады, ісінуді азайтады, және терінің тартылып балғын түрін қамтамасыз етеді, хайлартер эффектісі байқалады. Сұрақтарға келіп тоқталайық. Иә, жақсы. Ары қаратай жұмысымызды жалғастырамыз. Бізге қазір пікірлерін жазайды деген ойдамыз. Бұл қалпына келтіретін тонер сыворотка, сары су, және бұл екі нәтиже жүргізеді. pH жақсартады, сары су гель түрінде болады, қолмен жағуға ыңғайлы, және мақта дискісін қолдануға болады. Бұл өнім ондай қажет емес. Бір нәрсені қолмен жаққыларыңыз келсе, онда қолмен жақсы қолданған ыңғайлы. Осы өнімдер бойынша, яғни дермархитет жақсы жүреді, және біз ылғи да беттерісімен мен жұмыс жасағанда құлақтың айналасын ұмытып жатамыз. Өзің, яғни терін қартаю байқалады, мойынларың салбырап қалмас үшін, яғни бізде теріміз, яғни толықтай артында, алдында барлығын қолдану керек. Егер тұрғырыңыз жоғалатын болса, онда сіздер, яғни мұнда индушиска дейміз ғой, жасы келген кезде мына салбырауды байқаймыз. Барлық бетті, құлақтың айналасын, мойынның жан жағын барлығын жағуға ұмытпаңыз. Яғни коллагеннің жетіспеушілігі құлақтың айналасында да болады. Бұл өнім екі функцияны қолданады: микробионың балансын жақсаратады, текстураны жақсартады, осы кезеңде ылғалдандырады, және терінің түсін жақсартады, және сәйкесінше беттің терісін жақсартады, және көк түстен сақтайды, бос радикалдан сақтайды, және жақсы тиімділікті біздің қаныққан кремді қолданғануға болады. Жеңіл қалпына келтіру кремін қолдана отырып қолдансаңыздар болады, және біздің кремді қолданған кезде дайындық түрінде болады. Біздің тонер сыворотка жалпы алғанда өзінің қабатында қолданып және тиімділігін береді, және осы терінің барлық қабаттарын қанықтыруымыз керек. Су балансын қалпына келтіреді, және гидролипидтік мантияны жақсартады, терінің pH-ын жақсартады, және сонымен қатар барлық физиологиялық процеске бейімдейді, және біздің жасушаның өміршеңдігін жақсартады. Осындай клиникалық зерттеулер бар. 410%
терінің тұрақтылығы мен өміршеңдік индексін жоғарылатады. қаныққан креммен бірге қолданылған және ол жерде қандай да бір жарқырау байқалады, дұрыс терінің қалыптасуына және беттің тегістігіне әсер етеді. Бірінші қолданған кезде көре аласыздар. Жанара, көп рахмет. Сіз мойын терісі туралы айтқан кезде, яғни дұрыс иықты дұрыстау, яғни арқаны дұрыстау, сіздің жалпы дұрыстасаңыздар салбырау аз болады. Бізде екі сұрақ бар. Көздің айналасына неліктен жеке крем дейді қолдану керек? Иә, терінің анатомиясы, көз айналасындағы анатомиясы мүлдем басқа. Медициналық терминді қолданбай тұрып айтатын болсақ, көздің терісі 2 мм ғана, көздің айналасындағы. Ол барлық өнімдерді қолдана алмаймыз. Беттің терісіне мында 2 мм ал тері көз айналасы 0,2 дейді, және әрбір аумақта әртүрлі болады. Сондықтан физиология мен анатомиясын ескере отырып жасушаны әртүрлі қолданам. Тонер, сыворотка, яғни сарысу қарапайым тониктан айырмашылығы не? Ол екі кезеңді жабады. Бұл тонизация және сарысу ретінде қолданамыз. Дермоархитектпен қолдануға болады. Сіздерге жақсы жаңалық, сіздер өте бір мықты өнім, я тез сырғанап жағылады. Декоративтікі косметикалар өте ыңғайлы. Әрине, мынаны айтып өтейік. МВ өнімі бұнда қауіпсіз бағыттарды қолданады, саналы бағыттарды. Мен дәрігер ретінде дұрыс өнімді көргенім жақсы. Яғни біздің теріге зиянды заттардан қорғау, мысалы әртүрлі жағымсыз майларды қолданбау, біз одан алшақтаудамыз. Жаңа біліммен тереңдетілген тұрғыда формуланы қалыптастырамыз, және біз алып отырған ақпараттар, білімдер ол дұрыс қолдануға мүмкіндік береді, және осындай ұзақ уақыт біздің теріміздің өміршегін ұзартады, және бақыланатын құрамдары бар, ғылыми тұрғыда зерттелген тұрғыда, яғни дұрыс базаны береді, және оның құрамын оқып білмей ақ, яғни оның қауіпсіздігін байқауға болады. Әртүрлі веганикалық формалар бар, және сіздерде кометогенді және теріні жауып тастамайды. Кейін запись, яғни вебинар жазбаларын қайтап қарап шықсаңыздар болады. Ал қазір күнделікті тер күтімі туралы тоқталайық. Міне қадамдары өте көп емес. Тонер екі функцияны қолданады. Таңертең жуынамыз бір реттік. Бұл біздің қалпына келтіретін пенкамыз, яғни көпіршігіміз. Содан кейін теріні таза орамалмен сүріп, яғни беттегі артық суды алып тастап, содан кейін тонерді жағамыз. Тонер сары суын жағамыз. Егер сізде дермоархитект болатын болса, онда бір бөлімге, яғни оның барлығын өңдеп, содан кейін барып өнімді жағасыздар, содан кейін екінші жағын жағасыздар. Егер дермоархитект болмаса, қалпына келтіретін тонерді барлығын жағып, содан кейін екі жағына дейін қаныққаннан кейін, сіңгеннен кейін, және одан кейін барып жеңіл қалпына келтіретін кремді қолданасыздар, Longevity. Содан кейін барып көздің айналасына кремді жағасыздар, және сіздер өнімді дұрыс таргетті тұрғыда осы өнімдерді қолдансаңыздар, таңертең міндетті тұрғыда ультрафиолеттік сәуледен сақтап, өмірдің жасушаңдығын арттырамыз. Оларда түрлерін өзгермей, және бос радикалдар
болмас үшін кешке қарата гидрофилдік майды қолданамыз. Яғни декоративті косметикадан басқа, күнде сақтайтын өнімді тазалап, содан кейін тазалау кезеңіне өтеміз. Бетті жуатын көпіршік, содан кейін барып қалпына келтіретін тонер сыворотканы қолданамын. Демаркетектор мен скедер нутришн стринские, содан кейін барып қан қалпына келтіретін кремді және көздің терісінің айналасына жағатын кремді қолданамыз. Және артрицетризмді қолдануға болады. Сіздер мүмкін мұсты қолданатын шығарсыздар. Осы жерде біздің сыворотканы жасқа қарсы өнімді қолдануға болады. Тонерден кейін осы жерде кешкі қалпына келтіретін масканы қолдансаңыздар болады, егер қажет болып жатса. Жанара, көп рахмет. Құрметті серіктес, өте бір күтім айқын нәтижеге жету үшін қажет. Мұнда басқа да сывороткалар, яғни сарысуды қолдану туралы сұрады. Болады, бір-бірінің дефектісін жақсартады. Бір бөлігін аяқтап өтіріп айтқым келеді, тағы да бізбен қалыңыздар. Кішкене аз қалғанын байқап отыр. Жанар, негізгі басымдылықтары қандай? Біз көп нәрсені естідік ол туралы. Айтып өткеніміз жөн. Маған ұнағаны линейка әрине өте бір теріге жақсы жағылады, жақсы тиімділігін байқаймыз. Біз адам ретінде бір нәрсе жаққан кезде тиімділігін көргіміз келеді. Бірінші қолданғаннан бастап нәтижесін байқаймыз. Және жасушаларының жұмысы және мен құрамдар ұнайды. Осы айтып өткендер және барлығы өзара сәйкес келеді. Мен тонер сывороткамен жұмыс жасаймын. Менде уақытым аз болған кезде оны қысқартып қадамдармен өте аламыз. Тонер сывороткамен бір қадамға азайтып, содан кейін тез өзімді қалпына келтіріп, жұмысқа жүгіріп кетемін дейді. Көп рахмет. Неліктен біздің клиенттер мен серіктестердің қарсыласу, неліктен премиум класстың құралдары қымбат тұрады? Неліктен? Мына жерде барлығы қалыпты, яғни мұнда құрамы аз тұрмайды, яғни бұл формуламен бірге өзінің бағасы бар. Содан кейін біз осы өнім арзан тұрмайды. Мен ылғи да айтып өтемін, біз өзіміздің терімізге инвестициялаймыз, өзіміздің теріні немен қанықтыратынын таңдаймыз. Нақты барлығын көрсетіп өттік. Сіздер мені тез айтып өтетін шығармын, кішкене баяулатсаңыздар болады. Бірінші эфирде құрамы туралы айтқан болатынбыз. Мұнда жасушалары арзан тұрмайды. Сіздер өнімге деген инвестиция, жасушаларыңызды қанықтырасыздар. Балаларға тамақ бірнеге сатып алсаңыздар, онда оны құрамына қарайсыздар. Дәл солай өзіңіздің теріңізді күнделікті нәрлендіресіздер. Яғни қандай құрамдар бар және расторопша, ол өте бір жақсы көрсеткіштердің бірі. Өнімнің сапасы жоғары. Көп рахмет. Құрметті серіктестер, кішігірім сұрақтар мен жауап бөлігі. Жанар таныстырылым кезінде бір-екі ауыз сөзге жауап берді. Чатқа жазылатын сұрақтарды Жанар, сіздер қалай жаздыңыздар, солай жауап береді. Адамда коллагеназға байланысты анықтау талдамасы, тесттері бар ма дейін сұрақ. Яғни дәрігердің сұрағыңыз бар. Коллагеназының тереңірек білгіңіз, тереңдегіңіз келсе,
ген тест жасасаңыздар болады. Оны дәрігерлеріңізге айтып көре аласыздар. Ген тестте байқай аласыздар. Қанша жастан бастап осы коллекцияны қолдануға болады. Өнімдер жас 18 плюстағы адамдарға арналған. Біз терінің жағдайына қараймыз. Менде бір ұсыным, яғни 21 деп айтатын едім. Гиалурондық қышқылы аз болады, азая бастайды. Сол кезде өнімді қолданған жөн, және барлық жинақ коллекциялар ұсыныс бойынша өндірушілері бойынша ересек теріге арналған. Осы ұсынысқа назар аударамыз, және біз 30-35 жаста қолданып жатамыз. Өнімдер өте бір жақсы жұмыс жасайды. Мында pre-och бойынша бөлігі примитивті тұрғыда аяқ асты терінің қартаюын қамтамасыз етеді. Бұл алдын ала жұмыстардың бірі. Бізде өсімдіктің жасушалары бар, яғни терінің гермалдылығын сақтайды. Ол те бір жақсы алғышарттардың бірі. Өзінің жеке резервтерін, қорларын сақтап қалуға болады. Және суперактив дерматаза, яғни бұл антиоксидант, бұл әйгілі ілі, яғни көптеген функцияларды атқарады. Бұл бір экстрактылардың бірі. Бұл осы қымбат ферменттердің бірі, ағзаға арналған. Осы өнімдерді аттестерлап та қолдануға бола ма дейді. Сіздер білесіздер ма, мен бір құрамда өте бір жақсы функция бар. Айқын қышқылдармен оны кейде басып тастаймын. Барлығы бір-бірімен сәйкес келеді. Мен үзіліс жасайтын еді. Біз аттестерлапты қолданған кезде кремді қалдыра аламыз, және пилинг кезде жақсы болады. Ол сізді қалпына келтіреді, және жеңіл қалпына келтіретінді күндізге қалдыратын еді, және оның барлығы бір-біріне сәйкес келеді. Кейде 2-3 аптада сіздер оны қолдана аласыздар. Бір-біріне сәйкес регенерацияға, өзіңіздің регенерация пұл төмендесе, біздің өнім жақсы көмектеседі. Және қорытынды сұрақ чаттан беріліп отыр. Біздің аппаратты сырттағы РФ лифтингпен салыстырып жатады. Әйгілі сұрақ, көптеген вебинар сериялары болды. Мынаны қараңыздар. Біз инелі РФ-пен салыстырмаймыз, әртүрлі тиімді. Бұл медициналық тұрғыда. Біз сонымен қатар доктордың қолында жұмыс. Мұнда медициналық процедура, мұнда үй күтімі технология бойынша, мұнда жалпы бір-бірін алмастыратын процедура. Бір игольшті, яғни ине РФ. Біздікі мұнда тері күтіміне арналған құрал, және мұнда ол жерде белгілі бір курстары бар, яғни РФ сіздер күнделікті қолдана алмайсыздар. Мына ине РФ-ін мысалға клиентіңіз осы сұрақты қоятын болса, кәсіби процедураға баруды ұнататындар, мысалға дермоаргитект, онда интервалдары бар. Дермоархитекторға өзіне косметологқа барғысы келмейтіндер осы коллагенді ынталандыру керек, және сақтау керек. Ақшаның өндеуі. Дермоархитект мысалы бір инелі РФ-ті, мұнда дермоархитекттің бағасымен. Жанара, көп рахмет. Менің не түсінгенім, коллагенді барлық күшпен
сақтаймыз, қалпына келтіреміз коллагенді. Жанара, көп рахмет, серіктестер. Бізбен қалыңыздар. Біз оға дейін айтып өткен болатынбыз. Қазір біз сіздермен бір жұмыс жасағымыз келетін нәрсе, сіздер өздеріңіздің клиенттеріңізбен қалай жұмыс жасайсыздар. Біз оға дейін айтқан болатымыз, бұл криминалдық коллекция және негізі қарсылық болып жатады. Бұл коллекция, бұл өте қымбат дейтіндер. Сіздерде осындай қорқыныш болды ма, клиенттерде осындай қорқыныш болды ма, сіздер қалай жауап бердіңіз? Мен қазір сіздерге көмектесемін, яғни осы сұрақтарға қалай жауап беру керек. Және бұл өте бір қарсылықтардың бірі, және онымен қалай жұмыс жасау керек. Сіз бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Бізде вебинардың екінші бөлігі, оған көп уақытты кетірмей ақ қояйық, онымен қалай жұмыс жасау керектігіне тоқталғым келіп отыр. Клиенттің қарсыласу өте қымбат. Да сізде қарсыласу керек, яғни клиентке қосылыңыз. Иә, ламведжите қарапайым күтімге қарағанда қымбат. Неліктен ол маңызды екендігін айтқым келеді. Иә, сізбен келісемін. Және сіз қосылғаннан кейін клиентке оның құндылығын көрсетіңіздер. Бұл өте бір басымдылықтар туралы айтты, құрамдары туралы айтты, қалай жұмыс жасайтын сіздер жалпы құндылық арқылы көре аласыздар. Бағасы белсенді компоненттің байланысты, яғни қымбат, олар өте бір жақсы жасқа байланысты тиімділікті береді. Бұл премиалды ингредиент жасушалық тұрғыда қалпына келтіреді. Және тереңдетілген қалпына келтіру, сіздер өзінің клиентке құндылығын көрсету арқылы, яғни нәтижені көрсетіңіздер. Бұл осындай бір эксперимент болған. Меруерт, олар осындай эксперимент жүргізді және өзіңнің нәтижелері арқылы қалай болатындығын көрсетті. Марафондар арқылы, мысалға айтайық, егер осындай жасағыңыз келсе, яғни 8 аптаның алдында кейін қолдануға болады. Егер сіздер оны жасай алмасаңыздар, сіздер шынайы клиникалық зерттеулер, біздің өнімдерді шынайылығын көре аласыздар. Ланжевити өнімдерді жалпы нәтижені көрсеттіңіздер және әжім азайып, тері тығыздалып тегістеледі. Және ең басты нәрсе, бағасының тегістеу тек қана құндылық арқылы көрсете аласыздар. Салондық күтім, бірақ бір сіздер үйде қолданасыздар. Құтысы көпке дейін жетеді және бір айға кіріс шығыс тиімді. Құрметті әріптестер, көптеген басымдылықтарды көре отырып, қалай жұмыс жасайтынын байқай отырып, яғни жасушаның энергиясын көрудің, естідіңіздер, жасушаның коммуникациясы туралы естідіңіз, үш басымдылықты еске сақтадыңыздар. Клиент құндылықты көре алатындай қандай құндылықтар бар? Чатты ашып қарай берейін. Қазір бізде серіктестеріміз жазып жатыр. Бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Біз қорытынды стадиядамыз. Сіздер еске сақтау үшін, яғни бұл маңызды құралдардың бірі, сіз ересектерді оқытқан кезде бір нәрсені еске сақтау үшін осылай жұмыс жасайды. Мен барлығын айтып жазбайынша, яғни мұнда естіп қана қоймау керек, айтып маңызды. Мұнда пептидтер бар. Ең басты өнім керемет, яғни
Тез тиімділігі бар. Осы өнімді қолданып, қандай басымдылықты көре алдыңыздар? Светлана Альфуровна өз-өзіне істеп дейді, яғни неліктен жоқ дейді. Қызықты. Өзіміздің терімізге ең үздігін таңдаймыз дейді. Жасуша деңгейінде жұмыс жасау. Жасушалық қалпына келтіру. Қымбаты өсімдік компоненттері естеріңізге сақтағаныңыз жақсы болды. Яғни уақытты, ақшаны үнемдеу, үй күтімі, тері шынымен де жарқырайды. Коллагенді қалпына келтіреді. 60+ өзінде үйде салондық күтім. Барлық қымбат нәрсені жақсы көрем. Сізбен келісемін, иә, мен барлық қымбат нәрселерді жақсы көрем дейді. Ұзақ уақыт тиімділігі бар. Мұнда сізге не керек? Бір слайдта осындай өте бір кең ауқымды пункттармен жасадық. Есте сақтайтынды сіздер өзіңіздің клиенттер арқылы неме өздігінен ба ilgili. Мұнда ең басты 20 жылдық зерттеу және терінің қартаю процесін 20 жыл зерттеу және жасушалық деңгейде де өміршеңдігін жоғарылату, клеткалық деңгейде қамтамасыз ету және формуланың ашықты тазалығы мен қауіпсіздігі және минералдық тұрғыда, яғни парабендер да басқалар жоқ және премиалды құрам, яғни өте бір люкстық, яғни нишалық косметикада ғана қолданатын құрамдар және терінің энергиясымен және дәлелденген жасару және барлық этикалық тұрғыда, яғни қауіпсіздігі клиникалық лабораториялық тестілермен мен дәлелденген этикалық өндіріс, яғни және бұнда жануарларда тестіленбейді, вегендік құрамы бар, яғни бұл қазіргі таңда нөмір бірінші тақырыптардың бірі және кестелген өнімдерді таңдауда этикалық екендігі өте бір маңызды мезеттердің бірі. Тағы да қайталап өтейін. Иә, Жанар, көмектесіңіз. Бізде бірнеше сұрақ қалды, екі ауыз сөз. Құралдарды қалай сақтауға болады? Иә, құралдар әрине бұл стандартты тұрғыда біз құрғақ, салқын жерде, яғни күн сәулесі түспейтін жерде сақтағанымыз жөн. Тамаша, қалай жиі қолдануға болады? Иә, ылғи да таңертең кешке қаратай қолданғанымыз жөн. Бұл өнімдер күнделікті қолдануға арналған, оны егер мүмкіндік болатын болса, сатып алып күнделікті қолданғандарыңыз жөн. Кім үшін осы құралдар арналған? Біз алдында айтып өткенбіз, алдында слайдымыз болды. Ашқаннан кейін қанша уақытқа дейін сақталады? Ашылмаған өнімдер 3 жылға дейін және оны ашып тастағаннан кейін хаттамада көрсетілген, яғни хаттама, яғни ашылғаны деген жерде мысалы 12 ай деп көрсетілген және ол жерде ашылғаннан кейін қанша қолдануға болатын ұсыныстар көрсетілген. Қазір осы күнделікті қолданған кезде құрал қанша уақытқа жетеді деп айтылған. Бұл қаныққан жеңіл крем, яғни 7-8 апта, көздің айналасындағы крем 6-8 апта, тонер сарысу, яғни сыворотка 9 пен 12 айда, 12 аптаға қолданылған жөн. Мысалға, қаныққан кремді көптеген көптеп қолданбағаныңыз жөн. Ақырындап, егер дұрыс қолдансаңыздар 8 аптаға дейін әрине жетеді.
сегіз аптадан көбірек жетуі де мүмкін. Яғни құрметті серіктестер, біздің таныстырылымды, яғни оқыту вебинарды аяқтап жатырмыз, және Моңғолия нарығын, барлық коллекцияны шығуымен құттықтаймыз. Қалған нарықты жеңілдетілген қаныққан кремдер мен құттықтаймын. Қазір QR-кодтан өте өтіп таныса аласыздар. Біздің сайттың өнімдері, longevity өнімін көре аласыздар. Біздің инстаграмға кіріп, сеңіздер болады, телеграм каналына жазылсаңыздар болады. Сіздер оны жасаған шығарсыздар, біз қайталап көрсетіп жатырмыз. Мысалы, жазба бола ма деп сұрап жатыр. Біздің синхрондық аудармашылармен жазылған жазба болады. Эфирден кейін сіздерге жіберетін боламыз. Яғни вебинар конспектісін жібереміз, және сілтемелер болады. Сайтқа өте аласыздар өнімдерге, және сәйкесінше таныстырылымды және материалды өзіңіздің осы коллекцияны ілгерілетуге қолдана аласыздар. Назарларыңызға көп рахмет, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. 1,5 сағат байқалмай өтті. Жекелей Жанара, сізге көп рахмет. Меруерт, сізге де алғыс айтамыз. Құрметті серіктестер, көп рахмет. Белсенділіктерің үшін де көп рахмет айтқымыз келеді. Сіздер тамашасыздар деймін. Жекелей сіздерге алғыс айтамын. Барлықтарыңызға қайырлы кеш деп айтқым келеді. Кездескенше сау болыңыздар.